Қайырлы таң достар, дәл қазір біз Одайко Сай тобының Жапон ұлттық дауылпазшылар командасының концертінің алдындағы дайындықта тұрмыз. Әртүрлі ұлт өкілдері болғандықтан музыка арқылы түсіністі жөн көріп, мен домбыраны алып келдім. Сондықтан қазір бастап сөйлесіп көрейік. Конничива, ваташива Эрдона то申します. Қайырлы күн, есімім Ердана, хабар арнасының тілшісімін, танысқаныма қуаныштымын. どうぞよろしくお願いします。はい、домбыра弾いています。домбыраはказахстанの民国の Сіздерге өзім ойнайтын домбырамды қазақтың ұлттық аспабын ала келдім. Жапонның дауылпазын қазақтың домбырасына қосып, импровизация жасап көрсек қалай? Дайындықтағы өнерпаздардың келісімін ала салып, Құрманғазының балбырауын ойнап бердім. Жігіттер әр қағыстан ырғақ пен күй әуезін дереу меңгеріп алды. Қысқаша дайындалып, тұлпар дүбірін самурайлар мақамын үйлестіріп көрдік. Солай тез тіл табыстық. Әлемнің 25 елінде 2000-нан астам концерт қойып үлгерген жігіттер алдағы уақытта қонақ болып барған елдердің ұлттық аспаптарын концерттік бағдарламасына кіріктіруді жақсы идея деп ескеріп жатты. Бүгінгі концерттен не күтеміз? Жапон дауылпазының бар күш қуатын және жапон флейтасының сазды әуеннен тұратын әртүрлі ырғақтағы шығармаларды ойнаймыз. Содан соң топ мүшелерінің әрқайсымен танысып шықтық. Есімім Хидетоши Сай, дауылпазда да флейтада ойнаймын. Танысқаныма қуаныштымын. Есімім Кавагучи Ота, 20 жастамын. Жастықтың жалына маздап тұр. Есімім Цузуки Кай, үлкен дауылпаздың шеберімін. Шиоми Такейтомын, Жапонның нақ самурайымын. Тониши Ацарумын, жапон дауылпазымен қатар мына алтын табақшаларда ойнаймын. Өнерпаздардың уақытын алмай дайындықтарына мұрша бердім. Әне-міне дегенше қонақтардың қарасы қалыңдай бастады. Республика күніне орай өткізілген концерттің төл себебін Жапон елшісі айтып берді. Биыл Жапония мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 30 жыл толып отыр. Оған қоса пандемияны да еңсердік деп беруге болады. Сондықтан тамаша бір мерекелік көңіл-күй ойымызды кернеп тұр. Әртіс көйлектерін киіп, өнерпаздар да ортаға шықты. Халықпен амандасты, Жапон дауылпазының делебеңді қоздырар шоуы басталды. Дауылпаз десе дауылпаз екен. Құдды бір қиян кескі соғыс алдындағы жауынгерлерді жігерлендіріп алатын ұран сияқты. Самурайларды арқаландыратын ырғақтан сайын даланың батырлары да қуаттанады-ау деген ой келді. Аттан деу ғана жетпей тұрғандай. Он шығарманың ішінде ерекше көзге түскен Чаппаппа болды. Металл табақшылардан ғана тұратын нөмір көрермендердің қиялын еліртіп, бірде бейсбол ойнатса, енді бірде гимнастикалық қойылымға айналды. Соңы комедияға ұласты. Уашой деп ұрандау жапон мәдениетінде ауыр жүкті бірге көтерерде, ұжым болып, ел болып, қиындықты еңсерерде, қанекей, алға, қолдан келеді деген мағынада айтылады. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастың ары қарай жемісті жалғасуы да, айналадағы қиындықтарға төтеп беруі де бірлік пен достықтың арқасында болады. Қазақ-жапон ынтымағы жараса берсін деген ниет сезіледі. Сарнайлатып, дабылдатып, концерт соңы өнерпаздармен суретке түсуге, аспаптарды ойнап көруге ұласты.